Осы бірнеше күннен бері қарай осы Бардам әке мен Зардам әке кітабы өте жақсы бір қызу талқыда болып жатыр. Кеше мына Шыпинқауға шығарған бір кескініме бір кісі өзінің осы кітап турасындағы бір рахметін алғысын айтып жазып қойыпты. Енді ертеректе осы кітапты оқығам. Содан кейін осы кітаптың қағидасы бойынша немесе оның айтқан көзқарастары бойынша өзіме мал мүлік ретінде бірталай жерден жер сатып алып қойдым дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан мынау бір керемет бір бастамада өте жақсы болған бір көзқарас. Өйткені қарыз және мал мүлік деген бір таным бар. Кеше мен бұл турасында айттым. Қарыз деген нәрсе ақшаны қалтаңнан әкететін дүние. Ал мал мүлік деген дүние ол ақшаны қалтаңа сүңгітетін нәрсе дедік. Ендеше жаңағы бірнеше жерден ақ жер сатып алып қою деген бұл керемет жұмыс. Енді ертеңгі күні бұл жердің бағасы біртіндеп өрлей түседі. Олай болса, ол еселенген күні сіз оны қолдан шығарып жіберсеңіз, бұл қаншама құн жарататын нәрсе. Мысалы, енді қазір білесіздер, мынау күміс, алтын деген нәрселердің бағасы еселеніп, адамдар ойбай, баяғы кезде не алып қоймағанбыз деп өкінішін білдіріп жатыр ғой. Мысалы, енді кезінде бір 5 сом, 10 сомдық күмістеріңіз қазір қайтты 30 юаннан асып кетті. Егер де сіз сол кезде 5 юаннан, депті 5 юан демей қойшы, болды 10 юаннан 1 килограмм күміс алып қойған болсаңыз, 10 мың юан болады. Ал енді бүгін біз оны 30 қанша юаннан сатылатын болса, онда ол 30 мың юан болмақшы ғой. Көрдіңіздер ме? Бұл еселену, бұл нәрселер шын мәніндегі мал мүлік. Мысалы, мынау жапондарда алмас, қылыш және айна деген 3 түрлі нәрсені өздерінің бір төтемі, яғни өздерінің бір қатты бір табынатын дүниесі ретінде қарайды екен. Алмас байлыққа уәкілдік етсе, қылыш билікке уәкілдік етеді екен. Ал айна адамның өзін өзі тануына уәкілдік етеді дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да осындай бір Дақы деген бір мемлекет, ұлт қой бұл енді. Дақы ұлты дейді. Осындай бір ұлттың, кішкентай ғана бір ұлт Арақтай жердің өзінде бүкіл дүниенің үшінші үлкен экономикалық күшті мемлекеті болып тұруының да өзіндік себептері бар. Ендеше осылардың барлығында да қандай жаңағы біздегі экономикалық көзқарастардың мүлде оқсамастығын осы жерден көріп алуға болады. Сол үшін де мынау Бардам әке мен Зардам әке кітабы бұл бір кітап қана емес, кез келген жерін ашып оқи беретін болсаңыз, бізге бірталай уақыт азық болатын дүниелерді бере салатын осындай бір керемет кітап. Көрмейсіз бе? Мысалы, жаңағы қандай бір орыннан былай аша салатын болсақ, бейдеді. Мол ақша болған күннің өзінде де бұл мәселе шешілмейді. Тек қазына көзқарасын және шығын тәсілін өзгертпейінше, еш нәрседе оларды құтқара алмайды. Достарымның бірі қарыздарларға, егер үңгірдің ішінде екендіктеріңді байқасаңдар, онда енді қаза бермеңдер, оны жалғастары қарай. Кішкене кезімде әкем жаңағы жапониялықтар қылыш, гауһар, айна сияқты нәрселерді қадірлейді деген еді. Көрдіңіз бе? Кез келген бір жерін оқысаңыз, бізге осындай білім беретін қуатты бір оқулық саналады. Құрметті достар, мен алда осы Бардам әке және Зардам әке кітабын арнаулы түрде бір талқылайтын топ құрмақшымын. Қатысам деген достар, менің мынау кескінімнің астына 6 сан жолдық қойыңыздар. Біз бұл дайындықтарымыз пысқан күні сіздерді топқа қосатын боламыз.